for циклы әдетте біз қолдану үшін біз неше айналым жасайын деп жатырық. Белгілі бір әрекеттерді неше рет қайталайын деп жатырық. Соны алдын ала біліп тұрған кезде for циклын пайдалансақ болады. Мысалға, бір белгілі бір әрекетті 10 рет қайталаймыз десек, уже цикл forмен қолдануға болады. For I in range 10 деп көрсетеміз. Ал егер біз кейбір есептерде неше рет циклды айналдыру керектігін білмейміз, мысалға бір санды кемітіп отыру керек, бірақ оны неше рет кеміту керектігін білмейміз, бірақ белгілі бір жағдай орын алғанға дейін кеміту керек болса, осындай жағдайларда while циклы бізге көмектеседі. Бірақ дегенмен for циклы арқылы шығарылған барлық есептерді while арқылы да шығаруға болады. Бір мысал көрсететін болсақ, for I in range 5 деп жазатын болсақ, сосын print I десек мысалға, бізде бұл жерде 0-ден 5-ке дейін сандар шығарылады. Мен мына жерде end конструкциясын көмекші құралын қолданып бір қатарға шығарайын. 0-ден 4-ке дейін сандар шықты. Range диапазонына осы көрсетілген 5 конечный саны енгізілмейді. Сонда 0-ден бастап 5-ке дейін 5 кірмей қалады. 0-ден 4-ке дейін сандар шықты. Дұрыс, Енді бізде дәл осы есепті while арқылы да шығаруға болады. Мысалға, бізде x деген бір айнымалы ашайық, ол 0-ден басталатын болсын. Сосын айтамыз while осы x деген санымыз 5-тен кіші болып тұрса деп жазу керекпіз. 5-тен кіші болып тұрса, біз шығарамыз осы x-тің мәнін. Және end деген құралды және қолданайық. Сонда бұл қалай жұмыс істейді? Бірінші x 0 болады, және while'дың жанындағы шартты қарайтын болсақ, 0 кіші 5-тен дейді. Бұл дұрыс па? Дұрыс. Онда while шартының инструкцияларына өтеміз. Ол жерде осы x-тің мәнін шығар деп жазып қойған. 0 шығады, Одан кейін біз міндетті түрде x плюс 1 деген нәрсені қосу керекпіз. Яғни бір қадаммен x алға қарай ілгерілеп, алға қарай жылжып отырады дейміз. Енді x-тің мәні 0 еді, 1-ге арта түссе, x-тің мәні енді 1 болды. Сосын осы x-тің жаңа мәнімен while'дың шартын келесі айналым үшін тексереміз. 1 кіші 5-тен деген тағы да дұрыс, сол үшін 1 шығады. Одан кейін 1 деген сан тағы да артады. 2 болады, 2 5-тен кіші деген дұрыс, 2-ні шығарамыз, 2 артады, 3 болады. 3 шарттан тағы да дұрыс өтеді, 3-тің мәні шығады. Одан кейін 3-тің мәні 4-ке артады. 4 5-тен кіші деген және дұрыс, 4-тің мәні шығарады. Және 4-ті 1-ге арттыратын болсақ, ол уже x-іміз біздің енді 5-ке тең. Және 5 кіші 5-тен деген мына жердегі тұжырым қате болды. Сондықтан одан ары қарай мына инструкцияға кірмейміз, біздің циклымыз бітті. Мен мына жерде 2 циклдан да while'дан сыртқа шығарып, print бітті деген бір сөз шығарайын, текст. Енді запуск басатын болсам, қарасаңыздар, 0, 1, 2, 4. Мынау бізде цикл for'дан шығып тұр. Мен осы тұста бір print пустой бір жолын шығарып қойын. Циклдардың соңында келесі жолға түсу үшін. Міне, цикл for арқылы 0-ден 4-ке дейінгі сандар шығарылды. Мына жерден бұны алдыңғы сабақтарда өткен боламыз. Бұл түсінікті. Енді while циклы үшінде біз тура сонда инструкция жаздық. Қарасақ, x 0-ден басталады да, бірте-бірте артып отырады да, 5-ке жеткен кезде біздің циклымыз тоқтайды. Содан соң бітті деген бізде текст шығып отыр. Яғни, мынандай күйдегі мәліметті шығару үшін, осындай сандар тізбегін шығару үшін, for циклмен де, while циклмен де жұмыс істесек болады. Қайсысы бізге ыңғайлы? Өзіміздің қарауымызға қарай, таңдауымызға қарай. Бұл жерде біздің бір түртіп өтетін жеріміз, мына жерде қарасақ, бізде цикл for үшін I деген айнымалы, негізгі айнымалы осы цикл for'да, және осы I деген айнымалы әр айналымда range-тің берген диапазонындағы сандарды өзі кезек-мезек таңдап, өзі ауыстырып, өзі теріп кетеді, былайша айтқанда. Бірінші 0 болады, одан кейін өзі автоматически 1 болады, келесі кругта автоматически 2 болады. То есть цикл for кезінде I автомат түрде өзінің мәндерін келесі мәнге ауыстырып теріп кете береді. Ал цикл while кезінде біз 0-ден бастадық, және while циклінің ішінде біздің алға қарай
ілгерілеп отыратындығымызды арнайы көрсету керекпіз. Егер мен мына инструкцияны көрсетпегенде, менде цикл while былайша айтқанда шексіз болып қалатын еді да. Қазір көретін болсақ, міне қараңыздар, нөлдер шексіз шығып жатыр. Мен запускты тоқтатайын. Мына жерде жоғарылап көрсететін болсам, нөлдер шексіз кетіп бара жатыр. Неліктен? Себебі бізде x нөлден басталды да, 0 кіші болса 5-тен, сол мәнді x-тің мәні 0-ді шығар дедік та, бірақ 0-дің мәні арту керек, келесі санға қадам жасау керек деген команданы алып тастағаннан кейін x-тің мәні тұрақты түрде 0 болып қалды. Ал while циклі өзінің жанында көрсетілген шарт бұзылғанша жұмыс істейді. 0 кіші 5-тен деген шарт қай кезде бұзылады? Ешқашан бұзылмайды ғой. 0 ол әрдайым 5-тен кіші. Сондықтан біздің цикліміз шексіз болып кетті. Осы тұста бізде while'да жаңағыдай код жазу барысында абайлау керек. Осындай шексіз циклдарға ұрынып қалмау керек. Яғни біздің шартымыздың тоқтайтын жерін, цикл while'дың бұзылатын жерін алдын ала ойластырып жұмыс істеу керек. Қазір мен қайттан конструкцияны қостым, запуск басатын болсам, алдындағы дұрыс жауаптарымыз шығады. Енді бұл жерде бізде range диапазонын қолдану арқылы біз үтір арқылы 5-тен бастап 15-ке дейін 2 қадаммен деп көрсетуші едік қой, дұрыс па? Бұны да цикл while'да жазуға болады. Қалайша? Біз 5-тен бастап дегенде x тең 5 деп бастайтын жерімізді міне while'дың үстінде көрсетіп аламыз арнайы. Және мына жерде 15-ке дейін дегенде былай жазамыз. x кіші болса 15-тен дейді. Яғни x пен 15, x-тің мәні 15-тен кіші болып тұрса дұрыс деген сөз да. 15-тің өзіне жеткенде немесе асып кеткенде ол while шартына сәйкес емес болып тоқтайтынын көрсетеміз. Мына жерде 2 қадаммен жүру дегенде бізде мына жерде x 1-ден 2-ге артып отырады, 2 қосылып отырады деп көрсетсек болады. Запуск басқаннан кейін 5, 7, 9, 11, 13, 5, 7, 9, 11, 13 екі циклдан да бірдей нәтиже шыққанын көруге болады.